балаларга 12 жастан бастап көрүүгө уруксат берилген фильм. Бейжің шығыс шұғыласы Шыңтың серіктестігі ұсынады. Сценарийін жазған Хаспагын. Режиссері Шүй Шаомин. Композиторы Ло Жан. Қоюшы суретші Чың Зыжың. Операторы Гуан Жян Шиюң. Продюсері Шың Ло Сон. Басты рөлдерде Ху Жин, Юи Шман, Басын, Юи Ляуэй, Танго Чаң, Хас Гауа, Цай Уэн Ян, Жаң Жинда, Хуан Жан Чын және басқалары. Құбылай хан. 5-ші бөлім. Құбылай, Бауинді ұстаған сен бе? Иә, ханым, мен ұстадым. Бауинді біреулер өлтіріп кетіпті. Сен білесің бе? Жоқ. Бауиннің менің адамым екенін білмейтін бедің? Мен тек бұйрықты орындадым. Сонда Төлейдің мені адам санатына қоспағаны ғой. Мен хан әкемнің бұйрығымен Бауинді ұстап әкеп сұраққа тартпақ еме. Бауин өліп қалды. Сен болсаң бет бақтырар емессің. Бауинді біреу өлтірген жоқ. Өзі құлап өлді. Өзі құлады? Істің анық-қанығын сұрап білдім. Оны мына сен үйдің 2-ші қабатынан лақтырып жіберіпсің. Оның бәрі өтірік. Құбылай, қашанғы менімен салғыласа бермексің. Бір әулеттен екеніміз рас, бірақ бұл жолы оңай құтылам деп ойлама. Өтірікке шебер екенсің. Әке шешең бер алмаған тәрбиені мен берейін. Тәңірім куә. Хан әкем мен апам мені кішкентайымнан шыншылдыққа үйреткен. Егер мен кінәлі болсам, жазасын өзім көтерем. Егер біреулер маған жала жабамын десе, онда мен Шыңғыс ханның тұқымы ретінде ол оңбағандардың сазайын беремін. Айтқаным айтқан. Тілінің ашысын өзінің. Қалай айтсаң да, халық бұныңа наразы. Жалғыз қалып біраз ойланып ал. Келіңдер, Құбылай ханзаданы жеке үйге орналастырыңдар. Менің бұйрығымсыз ешкімді кіргізбеңдер. Құбылайға жақсы қараңдар. Құп болады. Жүріңіз, ханзада. Қаған, Құбылайдың қылмысын сұрауға бола ма? Оны неге тұтқындап отырсыздар? Бұл қашан болған? Мен неге білмегем? Барлығын ана кісіден сұраңыз. Қаған, Құбылай Бауин дейтін саудагерді өлтіріпті. Сөйтіп, қамауға алынған. Ол саудагер бұқараны қанап, халықтың ашу ызасын тудырған. Құбылай тек бұйрық бойынша қылмысын ұстап әкелуге барған. Қылмыскерді ұстамай, керісінше Құбылайды қамап тастапты. Бауин болса қағанның жарлығына сай салық жинап жүрген адам. Бұл салық мәселесі. Оның халықты қанғақсатуы қылмыс болып саналады. Мен жасақ заңдарын атқарушы ретінде әскер бастап, оны тұтқындауға толық хақым бар. Бауин халықты қанаған болса, онда қылмысты делік. Бірақ ол әлде қашан өліп қалды емес пе? Олай болса Құбылай қасақана адам өлтірген үшін қатаң жазалануы керек. Құбылайдың кейде қызбалыққа салынатыны рас. Бірақ ол қасақана адам өлтірмейді. Қаған, Құбылайды жазаламасақ, саудагерлер хан ордасымен селбесуден қашатын болады. Бауиннің ел үшін еңбек еткені рас. Қаған, мемлекеттік салық істері секілді келелі міндетті қайдағы бір саудагерге тапсырғаныңыз қалай? Бұл мемлекетке қауіпті.
Сен қазір даруқаш міндетін атқармайсың. Бұл істі қаған шешетінін түсін. Бұл іске араласпа. Өз орныңды біл. Ханым, жасақ заңдарының атқарылуына араласатын сіздің қандай қақыңыз бар? Өз білермендігіңмен Құбылайды тұтқындау, қағанаттың билігіне араласу екенін білесің бе? Бұл не дегеніңіз? Мен тек сіздің қамыңызды ойладым ғой. Құбылайдың адам өлтіргені туралы дәлел жеткілікті. Бұл істі өзім шешем. Бұдан бұлай өз бетіңмен іске кірісуші болма. Не? Құбылайды қамап қойып па? Төрегене қағанат билігіне араласа бастады. Ол моңғол қағанатын құртып тынады. Қағанға ақыл қосып едім, бірақ онымнан да. Ол мұстанды жарып өлтірем. Қаған қалай қорғаштар екен, көрейік. Ақмақ болма. Оны өлтіріп жер басып жүрем деп педің? Шалт қимылға бармаңдар. Ең әуелі амалын тауып Құбылайды құтқару керек. Қаған сырқатынан толық айға қоймаған секілді. Өйткені жүзі сынық. Қаған Құбылайды қоя бергісі келгенімен, ханым отқа май құйып отырса керек. Сондықтан Қаған бұл іс бойынша нақты шешім шығармай отыр. Солай деп ойлаймын. Құбылайды кінәлі дегеннің өзінде оны Қаған тергеу керек. Бауинді тұтқындаған кезде елдің бәрі көрді. Қаған ханымның емеурінімен ғана жүрді емес пе? Қағанның айтқанына көніп отыра берсек, Құбылайдың күні не болмақ? Қанеке, мен барайын да ағамды алып шығайын. Мен де барам. Тоқтаңдар. Құбылайды барып көрулеріңе болады. Бірақ бұл іске араласушы болмаңдар. Ішпеймін. Бұл істі мен соңына дейін жеткізетін болам. Қағанның қалың елдің алдында сізді масқара қылған несі? Барлығы Төлейдің кесірінен болды. Ол болмаса, Қаған мені қуып шығармет. Ханым, сізбен кездесуге бірнеше саудагер келіп тұр. Қабылдамайым. Олардың бірі сізге кім екенімді айтсаң, кіргізет деп тұр. Соншалықты жүрек жұтқан кім екен? Аты кім екен? Аты Бауди. Кірсін қане. Бауди дегенің қайсың? Мен қара қорымда тер-терсек саудасымен айналсам. Атым Қара Ноқай. Мен бұл кісінің інісімін. Атым Қаужігер. Темір терсекпен айналысатын ұстамын. Бұл не деген бассыздық? Ханымға Бауди деген біреу жолыққысы келеді демеп пе едіңдер? Бауди деген ана кісі. Ханым, бай саудагер кебежедей қарны болады деп ойлап қалған көрінесіз ғой. Олай дейтінім, есіктегі иттеріңіз менің бейнеме қарап кіргізбей қойды. Сонда сенің де сол есікте тұрғандардай көр соқыр болғаның ба? Мен інім үшін келдім. Кінәлі адам қамауда отыр деп естідім. Оны неге жазаламай ұстап отырсыздар? Ол ханзада ғой. Оны сен айтты екен деп өлтіре салу оңай емес. Оның кім екенінде менің шаруам жоқ. Сонда не, итті ұру үшін иесіне қарау керек пе? Бауим болса менің туған інім, сонда мені кім деп отырсыздар? Әрине, иесін сыйласаң итіне сүйек таста деген бар емес пе? Ол Төлейдің баласы. Қаған екеш Қағанның өзі деп аталмай отыр. Ханым, онда мен не істей алам? Інімді өлтірткізіп, қол қусырып қарап отырмақпын ба? Бұлай болмайды. Әуелі, тыңда, мен сені сонша жерден шақыртып әкелдім ғой. Қанеки, кел, жоғары шық. Ханзадалар. Аш есікті. Аға, Құбылай, Келіп қалдыңдар ма? бұл не, қазір кітап оқып отыратын уақыт па? Енді қайтемін, бос отырамын ба? Келесі келгенде бірер кітап ала келіңдерші. Бұл кітаптарды мына күзетшілер жасырын әкеп беріп Саған жүр. дауа жоқ екен. Ойбай ағау, үйдегілердің бәрі сені ойлап алаңдап отырса, өзің қаперіңде түк жоқ отырсың ғой. Апам уайымдап отырған шығар. Жағдайы жақсы екен деңдер.
Апамыздың жаны байыста бар емес. Саған киім кешек пен тамақ беріп жіберді. Хан әкеміздің қалы қалай? Хан әкем сенің нақақ екеніңді дәлелдейтін айғақ іздестіріп жатыр. Ханым бұл жолы қайтсем де сені өлтірем деп отыр. Аға, Бауди бүгін үлкен ханымды іздеп барыпты дейді. Бұлардың көкейін тескен не екенін белгілі ғой. Сақ болғаның жөн. Менің Құбылай екенім рас болса оңай өле қоймаспын. Ханым құдай емес шығар жанымды алатын. Сақтықта қорлық жоқ деген. Бәрібір де абай болғайсың. Ол барып тұрған сұрқия. Бауинді өлімге қимаймыз. Иә, солай. Құбылайды қосып көму керек. Егер Құбылайды өлтірмейтін болса, болашақта қара қорымда қалай сауда жасаймыз? Иә, дұрыс айтасың. Бәріміз де Бауди мырзаның дегенімен жүреміз. Сіздің дегеніңіз болады. Дұрыс. Енемнің өлімімен сіздерді әуре сарсаңға салғаным үшін кешірім өтінем. О не дегеніңіз? Ол сіздің отбасыңызға ғана қатысты емес Біз қой. барлық саудагерлерді қорғауымыз керек. Бүгін менің інімді өлтірді. Егер бұған көз жұма қарайтын болсақ, ертең басқамызды өлтірмесіне кім кепіл? Дұрыс айтасыз. Біз барлық сауда орындарын жауып тастасақ та, саудагерлер ашуланса не болатын хан әулетіне көрсетейік. Дұрыс. Барлық темір терсек дүкендерін де жауып тастайық. Олар Дұрыс, қару-жарақтан- жауып тастайық. Егер олар Құбылайды өлтірмейтін болса, мен оларды ештеңе сатып ала алмайтын, ештеңе өндіре алмайтын етем. Жарайды, біз сізбен келісеміз. Келісеміз. Сол үшін алайық. Хан ием, осы айдағы қару-жарақ өндірісі тым төмен. Олай болмаса керек еді. Тақсыр ием. Қарақорымдағы сауда дүкендерінің бірнеше күннен бері жабық екенін білмейтін боларсыз. Олар дүкенін бір күн жауып қойғанның өзінде бізге орасан шығын керек. Оңбаған. Қарабасының қам үшін Моңғол елінің мүддесін құрбан етуге де бар. Ата-бабамыз құрған қағанатты құртып тынар. Қару-жарақ өндіріс кемсе мен де сотты боламын. Алдияр, бұл істі қалай шешеміз? Сен бара бер. Құп болады. Бұл істі қалай шешсе болар екен? Бір жөнін табармыз. Абысын, сенің де келетін күнің болады екен ау. Ханым, өзіңізге бір бұйымтаймен келіп қалдым. Сіңілімнің келгеніне қарағанда шамасы үлкені сау. Құбылай қанша дегенмен әлі бала ғой. Кейде албырттыққа бой алдыратын рас. Әпкемнен бір жолға ашуын беруді өтініп алдыңызға келіп тұрмын. Құбылайды абақтыда отырғанын көріп, менің де жүрегім ауырады. Ойлап қарасаң, барлығымыз бір әулеттің ұрпағымыз, балаға кімнің жаны ашмайды дейсің. Бұл жолы Құбылайдың басы үлкен бәлеге шатылды. Ол адам өлтіргендіктен бүкіл қарақорымнан тыныштық кетті. Бұл іс әлі анықталмай жатып, Құбылайды адам өлтірді деуге қалай болады? Мен де Құбылай жазықсыз болса екен деп ойлаймын. Бірақ мыналардың барлығы уәзірлердің қағанға жолдаған мәлімдемесі, осының барлығы айғақ емей немен екен? Демек, Құбылайдың сорын қайнатқалы отыр екенсіз ғой. Бұл қай сөзің? Менің тілімді алсаң, үйіңе бар да, тып-тыныш отыр. Бірер күннен кейін қаған өз пәтуасын айтар. Дегенмен бұл Құбылайға жақсы сабақ болар деп ойлаймын. Солай ма? Солай деңіз. Ілтифатыңызға көп рахмет. Сау болыңыз, әпке. Ей, келгеніңнен кеткенің тез болды ғой. Құбылайдың қамын жей берме. Жас емес. Алда не болып, не қоятын, бағамдайтын жасқа келді. Сондайда бола ма? Құбылай ханзада қазір қайда?
Құбылайды төрегене қамап қойып шығармай отыр. Құбылай ханзада адам өлтіретін бала емес. Құбылайда Бауинді өлтірген жоқпын деп зәрезеп болып отыр. Мен өз балама сенемін. Солай. Дәл солай. Құбылай қолымызда өскен бала. Ол өлтірмедім деген болса, демек өлтірген жоқ. Мұны бұлай қойғанда, әлгі адам халыққа зорлық көрсетіп жүрген біреу болса, жазасын алуға тиісті ғой. Солай Еламан емес пе? жұрт тынышта Шыңғыс ханның немересін қамап қою деген не сұмдық? Сорқақтан бегім, сіз қайта беріңіз. Ханзаданы біз аман есен алып шығамыз. Қаған Уайымдамаңыз. бірер күннен кейін тергемек болып отырған көрінеді. Мен соған алаңдап отырмын. Ханым, алаңдамаңыз. Біз де қарап қалмаспыз. Біздің 9 айыптан босатылатын қоқымыз бар. Өткен жолы да шеңгелін елігіп қала жаздаған еді. Менше, бұл жолы да оңай болмайды. Қайткен күнде де менің сіз екеуіңізге деген алғысым шексіз. Екеуіңізден қол ұшын берулеріңізді сұраймын. Әрі сол үшін алғыс айтамын. Ханымның мұнысы шектен шыққандық. Ел үшін жақсылық істеген адамды кісі өлтірген күнәһар етіп шығарып отыр. Сонда оның не ойлағаны бар? Әзірге белгісіз. Қалай дегенмен түбі жақсы емес. Төлей әулеті мына қатынның шамына тисе, тыныштық таппас. Сенше, біз не істейміз? Соны айтшы. Шыңғыс ханның өсиетін ұмытып қалғансың ба? Алда жалда Төлей ханзадаға бірдеңе бола қалса, екеуміз Шыңғыс ханның бетін қайтып көреміз. Солай. Төлей үшін менің кәрі жаным садаға кетсін. Дәл айтасың. Ханым, Құбылай жазаланбаса, оның зардабы өте ауыр болады. Ой, ақымақ. Құбылай ханзада басымен сенің жаман інің үшін жазаға тартылады деп бе едің? Біреу болса да, бірегейін аулауымыз керек. Сіздің ойыңызша, Ауруды ошағымен қоса емдеу керек емес пе? Құбылай деген кішкентай шабақ емес пе? Біз ең әуелі үлкенін жеңуіміз керек. иә солай. Бізге ең үлкен кедергі Төлей болып тұр. Қағанның тағына қатер төндірген аздай, қарайған қалың қарашаның сөзін сөйлеп, қолтығына су бүркіп отыр. Біз алдымен Төлейді құртсақ, одан кейін алаңдайтын ештеңе болмайды. Ханым, қазіргі кезде біз үш жақ күш біріктіріп отырмыз. Оған ұлы қағанның күшін қоссақ, Төлейді құрту түкке де тұрмайды. Ең бастысы, қалай іске кірісуде. Меніңше, Құбылай ештеңе істей алмайды. Дегенмен, осыны пайдаланып, Төлейден билікті тартып алуымыз керек. Осы мақсатымызға жетсек, Қарақорым қолымызға өтеді. Сол кезде, Қоршы, өзің күш салатын боласың. Көп рахмет, ханым. Сізді жерге қаратпаспын. Бауиннің ісіне көшейік. Сендер өз пікірлеріңді айтып көріңдер. Әділ шешімі болады деп ойлаймын. Бауди, сен баста. Қаған. Біз Қарақорымдағы кішкентай саудагерміз. Моңғол елінің ханымы бізге қағанаттың салық істеріне көмек беруге тапсырма берді. Біз бауырымыз екеуміз бұл істі аса ілтипатпен құптадық. Менің о дүниелік болған бауырым күні-түні тыным таппады. Қаған, өткен бірнеше айдағы салықтың түсіміне ағайынды екеуі көп күш шығарды. Қаған, менің бауырымның дөрекілік істеп, кейісте артық кетуі мүмкін. Бірақ бұған бола өлтірілетін жөні жоқ. Құбылай ханзаданың біз сияқты қарапайым адамдардың өмірін ойыншық етуі бізді ашындырып отыр. Құбылай, Бауинді сен өлтірдің бе? Мен бұйрық бойынша Бауинді тұтқындауға барғанмын. Бірақ оның өлімі оқыстан болды. Қаған,
Бауиннің ағасы Бауди бүкіл елдегі саудагерлердің көсемі. Олар қағанаттың салығын жинап, ел игілігі үшін көп үлес қосып келеді. Бауиннің өзі де салық жинайым деп, елге жек көрінішті болды. Сөйтіп жүргенде Құбылайдың қолынан қаза тапты. Құбылай өлтірмеді деген күннің өзінде ол қандай да бір жауапкершілікті арқалау керек. Әйтпесе халыққа не деп түсіндіреміз? Өлтірмеді деген қалай? Қалай айтсақ та Құбылайдың Бауинді өлтірген жендет екен анық. Қаған, қараша халқыңызды қамқорыңызға алғайсыз. Бізді қамқорлығыңызға алғайсыз. Бізді қамқорлығыңызға алғайсыз. Қаған, Бауиннің заңсыз әрекеті халыққа мәлім. Оны тұтқындауға бұйрық берген мына мен. Құбылайдың қатысы жоқ. Жауапқа тарту керек болса мына мен тартыңыз. Қаған, бұл бәлелер қағанатымыздың берекесін кетіріп бітті. Бұл іс әскери дайындыққа да кері әсерін тигізіп отыр. Қаған, бұл жағында ескерсеңіз. Қаған, Құбылай жорықтарда аса көп еңбек көрсетті. Мұндай ақылды адам біздің байлығымыз. Қаған, ойланыңыз. Ойланыңыз, Ойланыңыз. Қаған, ойланыңыз. Қайткен күнде де Бауиннің өлгені рас. Иә, біз қазір Құбылайдың адам өлтіргенін талқылап отырмыз. Құбылай мен өлтірген жоқпын деп бет қаратпай отыр. Қаған, ол мұны немен растайды? Иә, ол мұны немен дәлелдейді? Қаған! Егер мен Бауинді өлтірем десем, екінші қабатқа қуып әуре болмай-ақ, қанжарды қақ жүрекке бұлай қадар едім. Сен... Расында да Рас айтады. соны Шынымен. айтпайсың ба? Құбылайдың сөзі сенімді. Оның үстіне Төлейдің халық арасынан жиған айғақтары ең әуелі Бауиннің қылмыс жасағанын дәлелдеп отыр. Ол өз жазасын тартуға лайықты адам. Бірақ адам өліп қалғандықтан мен де қузастырмаймын. Мен саған сенем. Қаған! Тоқтат енді. Бұл іс осымен тәмам. Бұдан әрі қозғалмайтын болсын. Құбылай, бара ғой. Апаң алаңдап отыр. Сен боссың. Көрегендігіңізге көп-көп рахмет, Қаған. Қаған ұлы! Ұлы Қаған әділ! Қаған әділ! Бауди, саудагерлерді дүрбелең шығаруға желіктірудің қылмыс екенін білемісің? Бүгіннен бастап базарды қайта ашпасаң, жасақ заңы бойынша жазаланасың. Құп болады, Қаған. Барыңдар. Қаған бұл жолы істің әділ шешімін шығарды. Саған өзінің ерекше мейірімін танытты, балам. Ханеке, бұл жағын мен түсініп отырмын. Қағанның бұл жақсылығын адал еңбегімен өтейтін боламын. Бұл іс осымен ғана бітсе жақсы ғой. Сонда қалай? Іс жабылғанымен Құбылай Төрегене ханымның кезекті жарлығын бұзды емес пе? Апа, ханымның қандай адам екенін біз жақсы білеміз ғой. Құбылай, мені тыңда. Бұлай болсын. Сен барып одан кешірім сұрап қайт. Мен бе? Жарайды, әке. Қаған! Қаған, Құбылай, сен бісің? Қаған. Иә, қандай шаруамен келдің? Мен бүгін ханымнан арнайы кешірім сұрағалы келдім. Ханым, өткенде мен әлде қандай болып, сіздің бұйрығыңызды тыңдамаған едім. Бүгін сол іске бола өзіңізден кешірім сұрап отырмын. Өткені өтті. Албырттықты, жастықты түсінуге болады. Бұдан бұлай абайласаң болғаны. Иә, ханым. Шынымен кешірім өтінемін. Барлығымыз бір әулеттің адамдарымыз, несіне қысылып қымтырыласың. Ханым шексіз кешірімді. Құбылай сізге тағы бір мәрте рахмет айтады. Барлығымыз Моңғол үшін күйінеміз. Ондай артық ауыз болады, екінші қайталанбаса болғаны. Арақты ішіп алам. Әкелі балалы екеуміз бірер тостаған шейік. Жақсы.
Қаған, сізге не болды? Қаған, келіңдер! Қаған, жата тұрыңыз. Қане, Қаған, мен дәрігер шақырайын. жағдай қандай? Қаған ауыр сырқатқа шалдыққан. Сырқаты ұзақ уақыт арақ ішкеннен болған. Қағанның бауыры зақымдалған. Дене қуаты әлсіреген. Ештеңе ете қоймас. Дөп басып бірдеңе деу қиын. Мен бар өнерімді салайын. Қағанның арақ ішпегені жөн. Мүлдем. Ханым, бұл іс мені әбден қинады. Салық жинау жұмысын бұдан әрі істей алатын емеспін. Не болды? Құбылай, өз міндетін қайтадан атқара бастады. Қаған бізге сауданы жандандыруды тапсырып отыр. Бұлай жалғаса берсе, бір күні басымды алатын шығар. Ең әуелі кәрісін құртпасақ, жасына біздің шамамыз жетпейді, ханым. Қаған қатты сырқат. Көпке бармайтын шығар. Егер Төлейдің көзін құртпасақ, ханым, күндердің күні басымызға қатер төнеді. Төлейді ұлы Қағанның орнына құрбан етейік. Міне, солай істесек қалай? Сіздің ойыңызша, оның кесесіне? Төлейхан, ұлы Қағанның ауыз екі жарлығы келді. Қаған ауыр сырқат. Сізді ордаға келсін дейді. Жақсы, дереу барамын. Киімімді әкеліңдер. Мына шақырыстары тегін емес әусірі. Байқаш. Ұлы Қағанның сырқаттанып жатқанын бүкіл ел біледі. Барып көңілін сұрап қайтқаным жөн. Олай болса, сақ болғайсың. Алаңдайтын еш нәрсе жоқ. Қой енді, уайымдама. Ханым, мынау не? Қаған сырқатынан айыға алмаған соң бақсы шақырып едік. Төлейхан, сөге жамандама, менде басқа шара бар ма? Мынандай ушуда Қаған қалай тынығады? Бақсы енді не істесек екен? Мен Қағанның ауруын ұстап, суға салып қойдым. Бұл суды Қағанның ең жанашыр қандастарының бірі ішу керек. Сонан соң Қағанның бойындағы дерті көшіп, бірте-бірте сырқатынан айығатын болады. Олай болса, күйік, суды сен іш. Жоқ, мен ішпеймін. Төлейхан, енді қайттық. Мен ішейін. Онда жақсы, Төлейхан. Мен Қағанға көп қарыздармын. Мен ішейін. Солай болсын. Төлейхан, өзіңе айтар алғысым шексіз. Бұл жай ғана су. Мен ішсем көптің көңілі жайта бар деп ойлаймын. Рахмет, Төлейхан.
Бұл інінің өтеуге тиісті міндеті. Қаған дұрыстап демалсын енді. Жарайды. Төлей ханды жолынан қалдырмайық. Хан ием. Хан әкеме не болды? Айтыңызшы. Хан әкем сапсау еді ғой. Бұл тәңірдің жіберген жазасы ма? Тынышталыңдар. Емші дұрыстап қарасын. Сізге не керек? Мен барып алып келейін. Су беріңдерші. Су әкеліңдер. Тез. Тез Су әпкел. ішіңіз. Су ішіңіз. Кәне, қолы күйіп тұр ғой. Хан әке. Емшінің не керегі бар? Арық бұға тез. Елучі сай мырзаны шақырып кел. Бол. Шапағатым ол әулием, Төлейдің сырқатына шипа бере көр. Алдағы берекесіз тірліктен сақтай көр. Шапағатым ол әулием, қасиетіңнен айналайын. Сіз біздің мейірімді әкеміз, киелі еміз, рухани піріміз әрі құтқарушымызсыз. Мен Төлей үшін дұға оқимын. Ол моңғолдар үшін өлшеусіз еңбек етті. Зәредей жамандық жасаған жоқ. Құтқара көр. Жанына араша бол деп жалбарынамын. Хан ауырмаған. Уланған? Сұмдығай. Уланған. Ханым, құттықтаймын. Төлей бұл жолы удан аман қала қоймас. Оның көзі жойылса, ұйқыңыз тынышталатын болды. Мөңкелер оған, у берілгенін біліп қалама деп алаңдай берем. Мен оған сасық Меңдуананың уын бердім. Оның ішіне тауыстың өтін және 9 түрлі улы жыланның уын араластырдым. Оның кез келгені Төлейдің жанын бойына суырып алуға қауқарлы. Міндетіңді жақсы атқардың. Еңбегің ескерусіз қалмас. Жаман айтпай жақсы жоқ демекші. Мөңкелер Төлейдің өлімін қағаннан көріп жатса, олардың бүлік шығаруы мүмкін. Сондықтан ерте бастан сақтық шараларын қарастырғаным жөн. Меніңше олардың бұған батылы бармас. Солай дегенмен сақ болғаныңыз жөн. Төлей әскери билік тұстап отырған адам. Оның үстіне оның ұлдары да оңай оспақ адамдар емес. Мен олардың қолындағы әскери билікті бір-бірлеп, өз қолыма алатын болам. Ханым ниеті арам адам. Біздің әулеттік күйрету үшін қастандық жоспарын бастап кеткен сияқты. Хан әке, айтыңызшы. Қағанның ордасында не ішіп едіңіз? Қағанның бойындағы дертін кетіру үшін бір кесе су іштім. Эли мырза. Хан әкеме қандай у беріпті? Аузы кеуіп, қызуы көтеріліп, үні бітіп, тамыр соғысы жиілеп тұр. Денесіне қызыл бөрткендер шыға бастады. Соған қарағанда сасық Меңдуананың уын берген. Енді не істейміз? Қайткен күнде де хан әкемді құтқаруымыз керек. Егер ауру белгілерінің барлығы көрінбесе, не көп удың түртісі көп. Оның ішіне тағы нендей у қосылған мен де айта алмаймын. Дегенмен, көп қамыға бермеңдер. Мұндай улардың кез келгені
ішкен адамын алып ұрады. Алайда уды жасаған адам дәрі жасаудың жөн білмейтін болса, бірнеше түрлі у бір-біріне қосылғаннан кейін бір-бірінің улық қасиетін жойып жібереді. Оның үстіне хан иемнің денсаулығы да күшті. Тұрыңыз. Тамақ жеп алыңыз. Қане? Ақырын, ақырын. Осылай. Көрдіңіз бе? Енді ғана тәуір боп келесіз. Азырақ жеп алыңыз. Тамаққа тәбетім жоқ. Болмайды. Тамақ жемесеңіз қалай болады? Қане? Мен қанша ұйықтадым? Бірнеше күн ұйықтадыңыз. Қоршы бір амалын тапты. Тәңір жар болсын сізге. Міне, ақыры жазылып келесіз. Сол күні басым ауырып, көзім қарауытып тұрғанда, Төлейдің мен үшін дуаланған суды ішіп жатқанын байқап қалып едім. Оның қалы қалай? Аман бө өзі? Төлей хан сізге шынында да адал екен. Ол сіз үшін тәңірдің жазасын алуға дейін барды. Ол да ауырып қалды. Болмайды. Оны көру керек. Жоқ, денсаулығыңыз енді ғана жақсарып келеді. Сізге шаршауға болмайды. Келіңіз. Тоқтаңыз, болмайды, сіздің денсаулығыңыз әлі әлсіз. Біраз демалып алыңыз. Келіңіз, жата тұрыңыз. Кішкене тәуір болған соң барсаңыз да кеш емес. Қане, жатыңыз. Төлейді көруім керек. Ақырын. Осылай. Төлей. Хан ием. Төлей. Хан ием, асықпаңыз. Асықпаңыз. Мына ұзын сақалың бірдеңе білетін сияқты ғой. Хан әкеміздің жазылып кететін түрі бар. Жүріңіз. Бірдеңеге алаңдап тұрсыз ба? Хан иеміз тәуір болып қалды. Бірақ қатты уланғандықтан, ол кісінің әлденеден секем алуына болмайды. Әсіресе ашулануына болмайды. Естеріңде болсын, көңілін сұрап ешкім келмесін. Дұшпан тағы бір айла жасап жүрмесін. Естеріңде сақтаңдар. Ешкімді кіргізбеңдер. Онда мен қосын әкеп күзетемін. Ханзада, есіңде болсын. Сарбаздарға хан иемізге суық тиіп қалды де. Хан иеміздің уланып қалғанын ешкімге білдірмеу керек. Түсіндің бе? Қам жемеңіз. Сен ол дәріні қалай бердің? Күші жетпей ме қалай? Бірнеше түрлі удың қоспасы періштенде аман қалдырмаса керек еді. Мүмкін емес. Ғажап. Төлей жақтан ешбір сыбыс болмағаны қалай? Біреу оны жасырын емдеп жатқан жоқ па? Әлде оның өлгенін хабарламай отыр ма? Адам жіберіп біл. Төлей өлген болса дереу келіп хабарласын. Жарайды, мен біреуді жіберемін. Уыты күштірегін бергенде бұлай алаңдамас едік. Төлей ханның ордасында өлмеу керек. Оның осылай жатқаны тәңірдің жіберген жазасы іспетті. Оған у берілгенін ешкім де білмейді. Менің бұл істегенім сіздің қамыңыз емес бе, ханым? Қалай ойлайтыныңда шаруам жоқ. Әйтеуір Төлейді өлтірсең болды. Алаңдамаңыз. 3 күннің ішінде өлді деген хабар аласыз. Жүр. Жүр тез.
хан иемнің тәбеті қалай? Кеше кеште бір табақ ет жеді. Төле жақтан не хабар бар? Ешқандай хабар жоқ. Ешқандай хабар жоқ па? Қаншама күн өтті. Не болды екен? Ханым, Не біліп келдің? Ханекең шынымен ауырып қалыпты. Орда күзетшілері мүлде жақындатпады. Ешбір сыбыс жоқ па? Жоқ. Ханекең табақ-табақ ет жейді екен. Дәрі-дәрмегін ханым өзі беретін көрінеді. Жа, бара бер. Құп болады. Ханым, барлығын ұзын сақал істеп отырған болды. Оны қайдан білдің? Күллі Монғолда тек 53 сайда ғана осы өнер бар. Ол өлген адамды тірілтет деседі. Бірақ мен бұған сенбеймін. Өзім барып, көргенім дұрыс сияқты. 5-ші бөлімнің соңы. Фильмді қазақ тіліне аударған Қазақстан ұлттық телеарнасы 2014 жыл.大地草原，怎分身？